Біздің Әли әжесінің баласы екенін баяғыда танытқан. Үй іші болған соң ыдыс-аяқ сылдырамай тұрмайтыны белгілі. Бір күні аяқ астынан жұбайымыз екеуміз әлденеден керсіңкіреп қалдық. Қызу қанды қызбалығымыз басылмаған кезіміз. Біріміздің басымыздан біріміз сөз асырмақ емеспіз. Қолында енем бар. Бізді естіп, болмашыдан шырт ете қалғанымызды көргенде, ол кісінің мырс етіп, жеңіл мысқыл күлкімен күліп алатын әдеті. Сосын қызы мен менің бетіме қарайды да өзінің аналық қалыстық сөзін айтады. Сенікі дұрыс, сенікі теріс дейді. Балаларым жаман болса екен дейтін ана бар ма? Ол бізді әрине татулыққа шақырады. Мен әдеттегіше, «Қарие, араласпаңыз, бұл сіз араласатын шаруа емес» дедім. Бұрын бұлай десем, енем дереу басылатын да бұрылып жөніне кететін. Өйткені біздің керісуіміз қалай тез болса, ауыз жаласуымыз да одан да тез екенін ол жақсы біледі. Үлкен кісі бұл жолы өйтпеді, бұрылып кете бармады. Семья басы сен болғандықтан бәріне сен жауаптысың дегендей менің бетіме тіке қарап тұрып, анау балаларың болса сөзге түсінуге жарап қалды, солардан ұят емес пе? Осыны көрген олар не үлгі алмақ деді. Балаларың деп отырғаны 2,5 жасар Әли мен 1,5 жасар Мұхтар. Қарие, мен айттым ғой сізге, араласпаңыз. Кейде енемнің де мінезі тік. Неге араласпаймын? Араласпайтын мен немене? Бөтен біреумін бе? Олай болса кетемей ме? Маған десең біріңді бірің жұлып же. Кетсеңіз барыңыз, сіз жоқта да күн көргенбіз. Енем қап-қара боп түтігіп, дереу жинала бастады. Үйі Семейде, соған кетпек. Ол біздің қолымызға тұңғышымыз Әли туған соң 1 айдан кейін келген болатын. Содан бері осында қызының қойыңыз дегеніне қолын сермеп тастап көнер болмады. Бар, көп сөйлемей самолетке билет әкеп бер. 2 жылдан бері отыңмен кіріп, күліңмен шығып, 2 балаңды өсіріп аяқтандырдым. Жетеді. Оны біліп, бағалап жатқан сендер барсыңдар ма? Шешесінің мінезі күрт екенін қызы біледі. Сондықтан қарсы сөйлеп онша көп дауласпады. Дереу киінді де барып келесі күнге таңертеңге самолетке билет алып келді. Әли болса есейіп қалды. Детсадқа бересіңдер ме? Үйде бағасыңдар ма? Өздерің біліңдер. Ал Мұхтар жанымды сендерге қалдырмаймын. Өзімен бірге әкетем деді енем. Біз бұған мақұлмыз. Туғаннан әжесінің бауырында өскен балалар, қай-қайсысы да ол бар жерде бізді керек қылмайды. Міне, аэропортта енемді Семейге шығарып салып тұрмыз. Онда оның күйеуге шықпаған және бір қызы, жалғыз бөлмеде болса да, шалынан қалған қара шаңырақ үйі бар. Тап-тұйнақтай болып киінген, балпиған Мұхтар енемнің құшағында. Ол ештеңені біліп те қоймайды. Дәл бір дүние жүзін аралауға саяхатқа кетіп бара жатқандай, кішкентай қолдарымен бізге қош айтысып, езуін жимай күлімсірей береді. Таңертеңгілік уақыт. Әйелім қызметіне кеткен. Менің кеңсем өз үйім. Оңаша қонақ бөлмемде жазу жазып отырмын. Бір кезде ұйықтайтын бөлмеден Әлидің апа деп дауыстаған үні естілді. Оянған екен. 2 баланың да таңертең көздерін тырнап ашып, бізді емес, әжелерін іздейтін әдеті. Мен жазуымды дереу доғарып Әлиге бардым. Кішкентай қоршаулы төсекшесінде отыр екен. Ұйқысы қанған. Әлижан, қайырлы таң. Сені кім шақырды? Апам келмей сенің келуін қалай дегендей, Әли маған өңі бұзыла қарап, тағы да апа деп айқайлады. Апаң жоқ жаным, тұра ғой, тұр, тамағыңды іш. Апаң кеше Мұхтар екеуі Семейге кетпеді ме? Біраз күн болады да келеді. Ал мен бүгін сенің зоопаркке алып барам. Онда тұмсығы мынадай не бар? Піл бар, көресің. Бұл сөздердің бірі де Әлидің құлағына кірмеді. Өңі одан әрмен бұзылып жылауға айналды. Пыш-пыш етіп, мұрнынан да береке кете бастады. Тамақты әйтеуір ішкен болды. Бірдеңені шындап жазғысы келген жазушы бошалаған сиыр тәрізді, оңаша болғанды ешкім мазаламауын қалайды. Әлиге ойна деп үйдегі бар ойыншықты алдына жайып салып жазу столына қайта келіп отырдым. Ойнау қайда? Әлекең дәліздегі үлкен есіктің алдына ары қарап тұрып алып, апа, апа деп жылап әндетуге кірісті. Жазу жайына қалды. Әлиді жұбатпақ болам жалынам.
түсіндіріп айтқан болам, түсінбейді. Ұрыссам бір сәтке томсырайып тынышталады. Сосын мен бөлмеге қайта кіріп, қаламды қолыма қайта алған кезде әніне тағы басады. Апа, апа, түске дейінгі уақыт осымен өтті. Әли не ойнамайды, не жатпайды. Сырт есіктің алдында бағана бір орында көз жасы 6 тарам болып әжесін іздеп тек жылағанды біледі. Ұры обал, кішкентай. Әжесін ойлап елжіреп, жасы 6 тарам болып жылауының өзі қаншалықты сүйкімді десеңші. Түске дейін отырып, түк те жаза алмадым. Ертең де бір сүгінде осылай болатыны, Әли маған енді мына үйде ештеңе де жаздырмайтын дауыс еді. Жазбақ түгіл жөндеп демалып көр. Ыза болдым. Ашық тұрған есіктен Әлиге доғар деп бір ақырып дәлізге шықтым. Аэропорт кассасына телефон соқтым. Жасыңыз мың болсын, айтыңызшы, дәл осы бүгін Семейге ұшатын самолет бар ма? Билет табыла ма? Маған өте тығыз қажет еді. Қазір суық күз, жазды күнгідей жолаушылар ағылып жататын кез емес. Қазір деп кассадағы қыз сәл кідірді де бар деді. Ой, қуанғаным-ай, сағат нешеде ұшады? Қарындас көп жасаңыз. Сіз маған бір билет қалдырасыз ба? Қазір осы жарты сағаттақ жетіп барамын. Тыз етіп таксида келе қалды. Бізді іздеме, біз Семейге кеттік деген бір жапырақ қағазды ас ішетін столдың үстінде қалдырып, Әли екеуміз аэропортқа тарта жөнелдік. Семей, ет комбинатына таяу 3 қабат өзіме таныс сары үй, таныс есік. Әлиді есік ашылғанда бірден көрінетіндей етіп тұрғыздым да, өзім былай таман қалқаға тұрып, қоңырауды бастым. Бұл кім? Дауыс енемдікі. Сөйткенше болмай есік ашылып кетті. Екі білегін түрінген, алжапқыш киген енем қарсы алдында иек құлақ қалқиып, аспаннан түсе қалғандай боп өзіне маңқия қарап тұрған Әлиді көрді. Кеше ғана сонау алыста Алматыда қалдырған сүйікті немересі. Әли, Әлижан, апа, екеуі бірін-бірі ғасыр көріспегендей құшақтары айқаса кетті. Біздің Әли әжесінің баласы екенін міне осылай танытқан. Ол осы күнінде соқтауылдай жігіт болғанына қарамай, бізбен сәл ренжісе, Семейге апама кетем деп қорқытады. Мінезі әжесіне тартқан бір беткей. Кетсе, кетіп те қалуы әбден мүмкін.